Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге квиз.комда математикалық, физикалық есептерді қалай жазып тест құрауға болатынын көрсетемін. Сіздер білесіздер, квиз.ком Google-ге кіріп, аккаунтпен тіркеліп аламыз. Сонда бізде осындай бет ашылатын. Бұл бетте міне не тұр? Барлық жинақтаған сұрақтарыңыз, оқушылардың орындаған тапсырмаларының пайызы, есеп, яғни класс құрып алуға да болады. Мына жерге міне 9-шы класс. Ең керектісі қазіргі міне. Бүкіл сіздің істеген жұмыстарыңыздың барлығы тұрады міне. Ол жазылған, құрастырылған тапсырмаларыңызбен, басқа әріптестеріңізбен де бөлісуге болады. Енді жаңадан бастау үшін плюс батырмасын басамыз. Сонда бізде мынандай бет ашылады. Так, мен сіздерге істеп бастаған тапсырманы жалғастыра салайын. Так, осындай тестті құрай бастаймыз. Сол кезде бізде осындай батырмалар шығады міне. Бірінші батырма. Бұл кәдімгі тест сұрақтарын құрастыратын батырма. Яғни сұрақ 5 түрлі жауап болады. Соның ішінен оқушы бір жауабын ғана таңдайды. Келесі батырмада, дұрыс белгісі бар батырмасында, онда бірнеше жауабы дұрыс болу керек. 1, 2, 3, Келесінде сұрақ, жауап. Қысқа ғана сұрақ. Яғни күшті өлшейтін құрал. Оқушы өзі жазып қояды, динамометр деп. Келесіде опрос ретінде оқушының бүгінгі сабақтағы, немесе бүгінгі тапсырмада, бүгінгі орындалған БЖБ тапсырмасындағы қиындықтар, ең оңайы, ең қиыны деген сияқталуға болады. Келесі мынаған көп жазуға болады, эссе түрінде. Ал мына жерде слайдты жіберуіңізге болады балаға, сол тапсырманы орындау барысында қосымша мәлімет ретінде. Енді істеп көрейік. Бірінші батырмасын басамыз. Осылай шығады. Мен 3-ші сұраққа келдім. Осы жерге мен сұрақты жазу керекпін. Яғни мынандай сұрақты аласыз да, дайын бортта терілген сұрақты барып қоя саласыз. Дене логикасы бойынша қозғалады, оның жылдамдығы ВТЕ жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигінде берілген. Заңға сәйкес өзгереді. 2 секунд ішінде оның жүрген жолы нешеге тең. Енді бізге оған сурет керек. Суретті басу үшін жердегі сурет батырмасын басамыз. Тағы да плюсті басамыз. Сон келесі міне компьютеріңіздің бетіне дайындап қоясыз. Қолданатын суреттерді. Открыть дейміз, ашу. Вот сақталды міне. Міне келе қалды, міне сақталды. Енді барамыз да біз дұрыс жауаптарын көрейік. 40 метр. 40 метр. 20 метр. Дұрыс жауабы 20 метр. 10 метр. 30 метрді қояқ. Бұл енді өте оңай есеп, сондықтан оған аз уақыт беруге болады. 1 минут уақыт жетеді. Ауызша бала беті көбестіреді. Жылдамдықты есіп табу үшін бұны жылдамдықты уақытта көбейтемін дей салады. Ал егерде сіздің жауаптарыңызда, құрметті әріптестер, егерде формулалар болатын болса, онда сіз барасыз да, мына жерде міне дәреже түрінде келтіруге болады. Метр квадрат болып шыға келді. Ал егерде одан да күрделі функцияларды жазсаңыз, онда жерде f + x деп тұр міне. Осыны басасыз, сол жерде көп деген формулалар міне. Түрдің астында интегралдар, туындылар, тік жақша барлығы тұр. Ал әріп керек болса, грек әріптері міне тета, етталарымыз, мио, пи, роларымыздың барлығы тұр міне.
осыны алып ставить деп қоя бересіз. Болды, сұрақты қойып алдық, суретті, картинканы енгізіп алдық, формулаларды жазғанды міне көріп шықтық. Енді арғай келесі дейміз міне. Міне осылай сақталды. Енді не істейміз? Арғарай келесі жасалынды дегенді батырмасын басамыз. Осы кезде бізде екі батырма шығады. Мына батырмамыз бізде тура сол уақытта, сабақ болып жатқан моментте орындау керек. Осы батырмасын басып, сол моментте оқушымен істеп отырғанын көруге болады. Ал келесі батырмасын енді осы жолмен қазір сабақ біткеннен кейін балаларды қазір менде сабақпен тікелей байланыста отырған жоқпын. Сондықтан мен де үйге берілетін тапсырма ретінде қарастырамын. Мына жерде күнін белгілеп аламыз. Мен онда 10-на дейін уақыт берем. Өйткені кейбір балаларда интернет істемейді деген проблемалар болады. Келесі дейміз. Мына жерде бір айта кететін тағы да бір жайт. Егер де құрметті әріптестер, мына жерге қараңыздар, бәрі от деп тұр, настройкасын қарап алайық. Мына жерде міне бала орындап отырған кезде жауаптар көрініп тұру керек пе? Жоқ, көрінбеу керек. Өйткені олар скриншот жасайды да басқа балаға жібере салады. Так, бонус керек жоқ, өйткені бұл тақырып жеңіл тақырып. Уақыты көрініп тұру керек, сұрақтардың орнына ауысып тұру керек, варианттар ауысып тұру керек. Вот міне. Так, міне керегі жоқ, музыка болу керек, балаға кішкене стимул болады. Келесі. Міне болғаннан кейін мынаны басамыз. Бұл сілтеме. Осы сілтемені апарамыз да біз не істейміз? Бұлай оқушылардың группасына жібереміз. Quiz.com join EKGS child. Мынандай парол бар міне. Бұған оқушы тіркелмейді, Play Market'тен көшірмейді. Бірден сілтемені басса болды. Бұл ойынға кіріп, өзінің тапсырмасын жалғастырып орындай береді. Міне, құрметті әріптестер, сіздерге айтпақшы болған сол Quiz.com БЖБ-ТЖБ-ны ұйымдастыруға өте тиімді. Енді оқушыларыңыз орындады, оны біз қалай көреміз? Бірінші қазанда мен алдым, балалардың пайыздық, бәрі көрініп тұр. Жамболат 60% орындаған, 10 сұрақ берілген, соның 60% 50, енді орындаған оқушылардың пайызымен барлығы көрініп тұр. Немесе қай бала қай сұрақтан қате жіберді, оның сұрақ дегенді басып ұрып көру болады. Немесе мына былай ашып отырғанға уақытыңыз болмаса, былай көре салуға да болады. Келесі обзор. Жамболат нешінші сұрақтан кетті, 3-ші сұрақтан қате кеткен. Ол 2-де 4 деп жазып қойған. Негізі 9-дан 8 шығу керек. Дұрыс жауабын жазып, балаға кері байланыс ретінде жібересіз. Мына жерде тағы да 180 деп қойған, негізі 2-ге бөлу керек болған. Мына жерде тағы да қате кеткен, міне осылай. Әрбір баланың қай сұрақтан қате жібергенін көре аласыз. Ал егерде балалар Google Classroom-мен жұмыс істейтін ұстаздар үшін өте тиімді міне. Осы жерден жібере салуға болады балаларға. Және жерде шығарып алуға болады. Жүктеп алып, балаларға жіберуге болады. Сонда балалар өздерінің қай сұрақтан, қай жерден қандай қате жібергенін көре алады. Құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, осы менің айтпақшы болғаным. Рахмет.